Сәлем достар, бүгін бізде жаңа сериал. Ол сериалдың аты «Жетім қыз» деп аталады. Ал біз сериалымызды бастаймыз. Видео түсірмегеніме көп болды, шынымды айтайын, сол үшін қазір сіздерге видео түсіріп отырмын. Так, мынау любимый қызы, мынау анасы, мынау әкесі. Ал мынау жетім қыз, короче, асырап алған үйдің қызметшісі қылу үшін. Так, мынаның аты Джесси, Дженни, және де Келли деп айта берейік. Так, қыздарым, мынау біздің жаңа үйіміз. Үйге кіріңдер, кеттік. Так, мынау бізде кухня, танысып алыңдар, мына балкон, кухня. Ал біз кеттік. Мына кухняда қызым, сен тамақ жасайтын боласың әрине. Так, мұнда бізде әкең екеуміздің бөлмеміз. Мұнда киімдер, мұнда заттар деген сияқты. Ал бұл гостиный. Гостиныйда мына жерде қарындарың ашқанда жейтін бірдеңке алып жеуге болады. Әрине, саған емес. Ол қалған бәрімізге болады. Мына жақта ванная, мына жақта үй жинайтындар, конечно, сен Келли үйді жинайтын боласың. Ал мына жақта сендердің бөлмелерің. Келіңдер. Қазір күте тұрыңыздар. Жалғастырамыз. Так, сендердің мұнда киімдерің бар әрине. Саған бірақ киім, ал мына екеулеріне өздерінің ұнатқан киімдерін ала беретін болады. Ал өздеріне ұнамаған киімдер саған қалады. Түсінікті ме? Иә, анашым. Анашым демей мені, мама де. Жарайды, мама. Жарайды, онда жайғаса беріңдер. Мына сумка негізі қызым сенікі. Мынау қағаздар. Ой, блин, жұмыстан звондап жатыр. Ручкаң мен ертең садикке барған кезде керек болады, конечно, қызым. Блин, мынау алынбай қалды ғой. Блин. Жарайды, онда біз кеттік, соткамызды алып алдық. Аха. Жарайды, анашым. Кім ол анашым деген? Мен ғой, мама, сіздің сүйікті қызыңыз. Саған айтуға болады ғой. Тұра берсінші. Біз кеттік бөлмемізге. Пилесос қосылып тұрған ес. Жайғасып алайық. Соткамды қойып қояйын. Үй киімімді киіп алайын әрине. Так, енді мен киімді ауыстырып алайын. Мұнда қоямыз. Ой, блин. Істедім. Бірге бір шешіп. Жарайды, мен онда мына жерде отыра тұрамын, сотқа көріп. Достар, мәселесі деген сияқты. Ал мен барып ана қызға тамақ істейтін. Келли! Мен шақырып жатыр. Я, анашым. Анашым демей дедім ғой. Я, мама, не болып қалды? Бізге тамақ істемейсің бе, не болып қалды дейтіндей. Қазір істеймін ғой дейсің ғой. Тез істеш бол. Күтіп тұратын уақытым жоқ. Жарайды, қазір күте тұрыңыздар. Так. Анашым, то есть мама бәрі дайын. Келіп таңға іше берсеңіздер түскі іше берсеңіздер болады дегім келген ғой. Аға, келіңдер. Түскі ішеміз. Қазір мен келе жатырмын. Басындағы мороженое сияқты бірдеңені алып тасташы. Жеуге бола ма? Жоқ, ол пластиковый, басқа кетін ғой. Мен далада отыра тұрам. Ана екі қыз қашан келеді? Бара жатырық, анашым. Келіңдер, отырыңдар орындарына. Түскі астарыңды ішіңдер. Анашым, өте дәмді болған, кім пісірген? Анау Келли әпкелерің.
Анашым ол бізге әпке болып келе ме, керісінше сіңлілі емес пе? Жоқ, қайтадан айтқандар. Ол сендерден бұрын асыранып алған. Сонда сіз бізді де асыранып алған деп тұрсыз ба? Жоқ, сендерді өзім туып алдым ғой. Келе ғой анау асыранды, бірақ келейдің өзіне айтып қоймаңдар. Ол ештеңе білмейді. Не қылды, мен бәрін естіп тұрмын. Мені асыранды. Жетім қызбын ба? Келли, я мама. Мына жерден біз шай ішіп болдық. Кешке дейін не істейміз? Телевизор көре тұрайық, да? Опыт қазір бәрінде хит болып жатыр ғой. Телевизор көрейінші. Так, мен чипсы жегім келіп тұр. Чипсы жеп отырып, ал мен маршмеллоу жегім келіп тұр. Ал біз, согымызды ішпеппіз ғой. Әпкетай, саған жанымыз ашып кетті. Жарайды, сау бол. Әпкетай. Кел ойыншықтармен ойнап тұрайық. Мен батутта секірейінші. Секіре бер, кім саған секірмей деп жатыр. Мен қуыршақтармен ойнаймын. Жарайды, онда мен жерді жинап тастайын. Тістерді жуып отыру керек па? Шумай қоя салсам не болады? Ертең бәрібір сол тамақ, кешке бәрібір сол тамақтарды жейді ғой. Шумай қояйыншы. Жинап қойдым. Қызым, яғни Келли, ал әкешім, маған кофе дайындап әкел. Жарайды, әкешім. Әкешім деме мені. Қанша рет айтам, папа деп айтам. Так, бір қасық алдым, енді кішкене қант қосып жіберейін. Блин. Қантты салдым, енді анама әкеме не кейіңіз? Қасықтың керегі жоқ. Араластырып алайын. Болды, апарып таста. Жуып қойшы сол қасықты. Қасықтарды ылғи жумай жүресің. Анашым деме мені. Жарайды, мама. Неге маған? Ұрса береді, ал ана екеуіне ұрыспайды. Мен айтпақшы, мен жетім қызбын ғой. Анашым, пончик жегім деп тұра алсам бола ма? Жоқ, саған только сол жерден сүт пен су алуға болады. Жарайды, сүт жейін. Пайдалы ғой. Сосын сол сүтіңді ішіп тауысып болғаннан кейін үйді жинастыр. Жарайды. Біз күшті ойнап отырық. Әрине сендерге бәрін істеуге болады ғой. Отырма оған, саған отырға болмайды. Отырма оған. Бұл біздікі, саған только мына жердегі ойыншықтармен, қораптағы ойыншықтармен ойнауға болады. Ал бізге басқа керекті ойыншықтармен ойнауға болады. Түсінікті ме? Жарайды. Біз ары қарай ойынымызды жалғастырайық. Аха. Мен бірақ өз ойыншықтармен ойнаймын. Отыратын стол болғанда ғой. Не шыға береді. Так, столға отырып ойыншықтармен ойнаймын. Мен кататься етем. Күшті ғой. Слайм жасаймыз ба? Ертең жасайықшы, бүгін мен слайм жасағым келіп тұрған жоқ. Жарайды онда. Маған мына жерде өте көңілді. Өзімнің хотя бы ойыншықтарым бар екен ғой. Қарастырып ойнайын. Сүтімді ішіп алайын.
Так, біз ойнап болдық. Давай на жерді жинап тастал, біз кеттік. На жерге шаша сал. Кеттік. Анашымға барып, не істейтінімізді сұрайық. Ой, киімімізді ауыстырып алайықшы ендіш. Ой, киім талдаған жоқпыз. Мынау менікі. Жарайды онда. Сенікі болсын. Мынау менікі. Менің пижамам болады. Жарайды онда. Ой, бірақ маған ұнап тұрған жоқ. Ана, шетімізға белгі салайық. Ой. Жарайды, мынау менікі, давай. Мынау менікі болсын. Мынау маған ұнап тұрған жоқ. Мынаған бересің. Мынау да маған жарасты ғой, қарасай. Мен қызбын, бірақ шашым сен сияқты жемей емес. Түсі де бір түрлі. Анашымға айтсам, ол новый прическа жасап береді. Және шашыңды өзгертіп, әдемі қылуы да мүмкін. Мына киіміміз. Мына киім ұнап қалды, маған бере салшы. Так, мына киімдерді алып, қазір үстіме мен әдемісін киіп алайын. Қалғандарын қазір салып қоямыз. Менің фолкым бірінші тұрған, ал екінші тұрған сенің фолкың түсінікті ме? Я, мен үстіме мынаны киіп алайын. Өте әдемі. Жарайды онда. Мұнда қоям. Наконец-то менің бір киімім болсын бар ғой. Мұнда қой сен өз киіміңді. Сосын мына жерді жинап қоюды ұмытпа. Әпкетай. Анашы не істесек болады? Сүйрімді рахаттанып бізді шақырмай маршмеллоу жеп тұрыстар ғой. Чипсын жеп, кофе ішіп. Қызым апарып қойсайшы. Келі. Туф, тағы не болды? Не болды? Апарып тастаналар. Неге күліп жүрсің? Хачаба бір киімім барына күліп жүрмін. Әжет жинап тастайық енді. Так, мыналарды қоямыз, мына мен үстім тұра берсін. Мынаны орнына қоямыз. Анашым маған үй жинауды айтқан, үй жинайыншы. Мынаны қолданайын ба? Мынаны салып қояйын. Не, оған тиіспе. Онымен тек басқа қызметшілер жасайды, түсіндің ба? Бұл мен өзіміз істеймін, ал анам істейсен. Так, жарайды онда. Оны мұнда қояйын да ішіне берейін. Бірінші біздің бөлмеден бастайын. Тоқта. Сен бірінші ата-анамыздың бөлмесін жасауын керексің. Жарайды онда. Болдарды істейін. Енді кухняны істейін. Бұлдарды дұрыстап істеп жатырмын, анашым ұрса бермекші. Так, мына бөлме істейін, сосын мен жоң біздің бөлме. Наконец-то. Пылесосты болмау, пылесосты мен негізі жек көретін жұмысым. Енді сыпырғыны неге алдым, пылесосты қойдым ол. Енді полсы жоқ шығу керек. Полны жуып қояйық. Әдем болып. Полды жудым. Шанды сүрттім деп тұрған жоқ. Өтірік сүрттім деп тұрған. Бәрі жұмыс істеп болдың ба? Я. Шай сүрттім бе? Я. Пылесос ұстадың ба? Я. Пол жудың ба? Я.
бәрін істегенді көріп тұрсыңдар ғой. Бірақ шан сүрткенді көрмедім. Мен сүрттім, түсіндің ба? Анашым, мен мына шоколадты жегім келіп. Мен мынаны жегім келіп тұр. Бұл не? Мен мына шоколад жеп ойласам. Су. Хотя бы нормально. Тағы бір кесе су ішіп алайын. И все. Қойды енді. Енді ондай басқа өзім танымайтын жей. Не? Анашы, мен де бұны шоколад жеп ойладым ғой. Тәтті. Сенікі тәтті ма тәтті емес пе білмеймін, бірақ өзімдікі тәтті болып шықты. Так, қазір біз отырып алайық, анашым. Блин. Сен неғып тұрсың, бар бізге тамақ істе, кеш болып қалды. Жарайды, қазір. Блин, осы тамақ істеуден шаршадым. Может, оларға кафеге барайық деп идея айтар. Бірақ мені қалдырып кетеді ғой. Зато үйде өзім кіріп шығуға болмайтын бөлмелерге кіріп шығамын. Барлық заттарды ұстап көремін. Блин, олар мынаны жегісі келмейді. Блин, не болып кетті бұлақсып. Анашым, әкешім, келіңіздер, тамақтайын. Анашым, әкешім, тамақтайын, келіңіздер. Қазір күте тұрш, күшті сериал болып жатыр. Онда сіздерді күтіп отқанша өзім келем дегенше тәттілер жеп алайыншы. Әйтпесе маған ондай жеуге бермейді. Бүйтіп қояйық. Кішкене жер жеп қосайық. Ой, блин, шақырып кеттім. Так, мен кеттім. Ұйықтай берейін. Анашым, мен ұйықтай берсем бола ма? Әрине болады. Бірақ студан кейін кім жинайды? Анашым, мен өзім жинай саламын. Жарайды онда. Бәрі ұйықтай бер. Рахмет сізге, анашым. Сүтімді ішіп алайын да кішкене ойнап тұрайын, сосын ұйықтай берейін. Блин, сүтімді іше алмай тұрмын. Так, мен жатайын ұйқыға. Киімді ауыстырып алайын да, мен де айтпақшы әдемі супер жаңа. Ұйықтаймын. Қой, барып тамағымызды ішейік. Блин. Так, кеттік. Анақты болып отқан шумдарға мәндерін қойыңыздар. Сен неге мен соғыныш қойдың? Екеуі бірдей емес. Мен өзімдікі де ойлап қалдым. Дұрыстап түріне қарамайсың ба? Кімдікі қай жақта тұрғанын бір болса бірінші. Так, мен жалғастырайын. Біз кеттік онда, жинай бер. Қыздарым, ақылды ғой менің қыздарым. Так, киетін киімдер. Так, мен қазір екеуім киіп. Болды, ұйықтай берейік. Сөйтіп жүрейік. Мен ұйықта жинаймын.
Мен далада отыра тұрайын. Біреу ұрлап кетпесін. Жүріс, әпке. Жатайық бізде. Ой, на святой жақтекші. Иә. Пижамаларымызды киіп алайық. Бәрінен ерте тұрып алып, өзім қалғанымды жеп алайықшы. Әйтпесе қазір аналар тұрса болды. Дәмдісін айна газировканы ешкім кеп тұр. Так. Не шығып жатқан дауыс негізі чипсын жеп жатқан інім. Содан да шығып жатыр. Қазір таңғы ас дайындап қоймасам, аналар тағы да ұрсады ғой. Неге таңғы ас дайындалмаған, бірден кесірденге. Так, оларға не дайындалды таңғы асқа? Нанды дайындап берейін. Блин, но не. А вот дайындап екен біреу. Олар күнде азанда біреу жейтін еді ғой. Сол үшін біреуден салып жатырмын. Ой. Так. Қыздар мынандай су ішкісі келеді азанымен. Сол үшін қыздарға осындай су қоямын. Бұл негізі су, кәдімгі су емес, лимонный су. Бірақ кейбір кезде бұндайды экранға көрсетпей қойып қойған, кейбіреулер су деп ойлап қалады. Так, біз каша жейміз деп қазір шығады олар. Анашым, әкешім, ояныңыздар, таңғыстарыңыз дайын. Не ол дейді? Жарайды тұрайық. Так, мынаны киемеймін, мынаны киемеймін. Тоқа-бока деген. Тоқа-боканың фанаттары болсаңыздар, комментария қалдырып, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Қарамай тұрыңдар, мен кейін достырам. Так, мынаны кигім келмей қалды. Мынаны киейінші. Абадық тақсам, тақпай қойық. Бүгін бізге түскі ас дайындамай қойбыз. Түскі аста уже кофені де өткіземіз. Түскі асымызды сосын кішкене қыдырамыз деген сияқты. Ал сен үйде қаласын, түсінікті ме? Иә, бар ана екі қызды оятып келді. Қазір жейтін. Тұрыңдар, таңғы астарың дайын. Әкешім мен анашым сендерді шақырып жатыр. Қазір тұрамыз, не болды айқайлап? Әкешім мен анашым шақырып жатыр жеттім ғой. Мен кішкене батырды секретарь. Блин, намай қалдым ғой. Мен бүгін ана киеш. Өзіме күшті жарасады. Кеттік, жүріңдер. Жүріңдер дейтін. Сен таңғы ас ішпейсің ғой? Біз жоқта үйден ештеңке ұрлап жеме. Ештеңке етіспей түсіндің ба? Біздің заттарымызды, киімімізді киме. Жарайды. Отырыңдар, қыздар, дастархан келіңдер. Так. Блин, маманы қасы тарелкаға жасқалам ба? Сор қалдым ғой. Блин, не болып кетті анашым. Блин. Өзіне емес қол пайда болған шығар. Қайдаған анашым. Так. Қыздар, келіңдер қыдырамыз, сосын түскі асымызды сояқтан ішетін боламыз. Ура, анашым! Сіз өзіңіздің өте әдемі көйлегіңізді кисеңізші. Әрине кимеске. Мұнда қоямыз. Тез киім сенде. Бұжырап жүре бермей. Сосын ана басындағын алып тасташы. Анашым, бізде дайынбыз. Кели. Блин, тағы да шықты.
не болуп калды аднашым? Биз қазір кыдырып, түскі асты жақтан ішеміз деген сияқты саған манжетті түсіндірдім. Біз кеттік ендеше бірінші қыдырамыз, түскі ас ішеміз деген сияқты. Ал сен үйде қал, еш нәрселерге түртпе, біз ескертіп жасаған заттарға тиіспе, біздің айтқанымызды ұмытпа, еш нәрсеге тиіспе. Жарайды, я. Наконец-то кетті ғой аналар. Енді жейтін жерімді жайлам, наконец-то. Попытты да ойнайламын. Бірақ қойшы. Одан да бұрынымде рұқсат етілмеген заттарға тиісемін.